Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге әдеттегідей мен тағы да Мансұр. Достар, видеомыз басталмай тұрып мен сендерге өтінетінім, мен каналыма тіркеліп видеома лайк басып, жылы комментарийін жазып кетейік. Егер де жаңа жылға дейін 100 подписчикке жететін болса, мен ауқымды конкурс жасайтын боламын. Одан бөлек достар, сендер видеоның тақырыбынан немесе біреуден ол көргендеріндей біз бүгін сендерге қалай, яғни военный билет дейтін зат бар ғой там. УМВД, ГИБДД, ФСБ бәріне кіру үшін военный билет керек. Соны қалай алу керек және не ол үшін не істеу керек екенін айтамын. Егер де сен менімен бірге ойнаған кезде описаниедағы сілтемеге кір де Black Rush кірімпісін жазып ал және де новый сервер Саратов серверіне кел. Бірге дамитын боламыз. Достар, бағанағыдай мен айтып өткендей, менің самый главный серверім Саратов серверіне кірдім. Мені қазір мен новыйдан аккаунт ашатын боламын. Негім мен Александр Сергеевич болды. Қазір пароль жазып тастайын достар. Достар, пароль жазбас бұрын мен сендерге айта кететінім, егер мен Саратов серверіне новый семья ашқан болатын, Симга Казах соған кіргелген кезде бұл сайва жаққа келіңдер, қосатын боламыз. Достар, міне видите никнейм приглашаю игрока дейді ғой, соған мен негім Мансұр Сигман жазыңдар, сендерге 3-ші уровеньда менің атымнан прям сендерге 50 мың беретін болады. Ал мен жақында өзімнің промокодын создать етемін. Вот аккаунтымды создать етін, наяқта любой бір скинді таңдай салайық. Вот бәрі бомжар скин таңдай салайық. Вот достар. Енді достар, мен қазір срочно 2-ші уровень көтерім керек, квестерді орындап, өйткені военный билетке 2-ші уровень, медицинский карта, водительский удостоверение, сосын барлық заттар керек, 2-ші уровень керек. Соны көтеріп, ой, шыға берді ғой, кеше обнова шығып еді, мейлі. Соны көтеріп болғаннан кейін, вроде мен уровень 1, сол көтеріп болғаннан кейін видеомызда ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір мен аяқта өте көптеген квестерді істеуім керек, ол көп уақыт кетеді, оны бәрін сұрамай. Достар, сендерде, сенбесеңдерде, бірақтан мен мына видеоны түсіріп отқаныма уже примерно 7 сағаттан болды. Мен азан 9-да бастаған едім, қазір обед болдым, бірдеңке болып кетті. Өйткені достар, мен прям автошколада тапсырып жатырмын, праваға алып мен ойына кика жетіп жүрді. Ал біз ойынға мен уже кірмеуге желаниемда, ниетімде болмады, сосын бірақ кірдім. Бірақ та достар, мен сосын ойынға кірдім, бүкіл квест орындадым, мен права алдым, бәрін істедім, мен карта бәрін алдым. И соның арқасында мен дейтін уже 2-ші уровень болдым. Вроде нормально, бірақ та 7 сағатта 2-ші уровень дейтін, бір түрлі зат екен. Мен оны давно монтировать етсақ қоятын едім, бірақ та мен видеоны уже келесі күні монтировать етіп отырмын ба, сондай. Достар, міне біз қазір военкоматқа келдік. Қазір сіздерге көрсетейін мен қандай, то есть қандай квестерді орындағанды. Вот мен аяқта 7 квест па? Сонда 7 квест орындадым. Соның арқасында вот мен уже Александр Сергеевич 2-ші левел болдым. Енді достар, біз GPS-тен важный место военкоматқа келдік. И сояққа қазір ішіне кіріп сұрақтарына ответ беретін боламыз. Ал мен оны ускорениемен істеймін, өйткені ол ұзақ болып кетеді. Вот достар, мен аяғын ішіне кірдім. Так, приветствую, Александр Сергеевич. Вот мен айтқанда 2-ші уровень, медицинская карта, права категория В. Достар, егер де ондай андай комментар жазылып, мынау сұрақтар оңай ғой, сен ағып тұрып отырсың. Білгендер қарасын, білмейтіндер, то есть білмейтіндер қарасын, білгендер шығып кете бердер. Өйткені мен бұны новичоктарға арнап отырмын, өйткені көп ойындар уже военный билет қалай алу керек екенін білетіндер шығар. Мен онда, ускорение қоюға кеттім, давайте. Вот достар, мен уже бүкіл сұрағына жауап бердім. Вот маған рядовыйсың дейді. 6000 рубль берді. Енді достар, бірақ та біз военный билет алу үшін маған задание істеу керек. Заданияға там рядовый дейтінім вообще керек емес. Қазір ойға барып тоже сұрақтарға жауап беріп, қайтадан ба, мейлі, тоже сұрақтарға жауап беріп, рангымызды көтеріп задание істейтін боламыз. Достар, сіздерге кажется, 1 секунд болды, алмаған білесіңдер ма, қайтадан 3 сағат болды. Неге дейсіңдер ма? Бүйткен мына жақта бір non-RP non-RP КПП-да тұратындар, мен келіп едім, өзім-өзі атсат. Ондайларда болады екен, келім сосын сой деп қайттан кірдім. Достар, бірінші разделка бар, кейін аласыздар обязательно. Сөйтіп мына жақта мына кіретін кезде дежурный бар ғой, кезекші, соған келесіздер. Вот дежурныйға сөйтіп взаимодействовать басасыздар да. Так, қазір бізде қаяқтар, мына 10 жақта, үшіне болады, ояқтан қазір менде видеода көрсетпейін, өйткені бұл обрезка. Мені ознакомлен дегенді басасыздар, 10 жақта ең астына 3-шісін басасыздар, сосын барып ознакомлен басасыздар. Мына жақта ұстап армия, оқымай қойыңдар, кіресіңдер. И қайттан ба достар, қайттан мен қазір ускорениемен видеомды көрсететін боламын.
Вот достар, мен қайттан біттім. Ой, мына жақта случайно товар, ойбай, не қақырып кеттік. Мейлі, мына жақта, короче, мына жақтан шығуымыз керек та, бізге қазір эфрейтор деген рангымызды алуымыз керек. Мына жақта шығайық. Вот, мен қалай следующий должен есть? Рядовой, ей. Міне мына жаққа кірейік, вот, бәсе, 50 очкомды қазір бізге беру керек. Вот, ой, эфрейторға алдық, вот, біз енді екінші ракпыз. Енді достар, бізге вайны билет үшін сержант бол керек. Достар, сіз сержант боласыздар ғой, сосын мындай подполковник или полковник келген кезде айтасыздар оларға, маған вайны билет деп, олар строй жасайды, или екінші жолы ол формаға барып заявка лақтырасыңдар. Достар, міне мына достар, егер сіздер военный час ақша жинау үшін, только ақша фарм ету үшін кірсеңіздер, онда мына 5-ші задание армейский бар, онда алыңдар. Ол жақта сендер минус 18 очко, бірақ 20 мыңнан береді. Оны каждый 30 минуттан істей аласыңдар. Негізі мына жақта бүкіл задание 30 минуттан. Ал егер сендер там карьера қуалап, басқа ФСБ, ГИБД-ға кіргілерің кезде, онда мына жақта қазір мен сізге мынау 4-ші стража военный часть ма, сол ма, на страже военной части осыны аласыздар. Ол жақта только міне охрана территории воинской части, наблюдение за безопасностью. Короче, достар, 30 минут бір вышкада тұрасыңдар, и все, оны көрсететін боламын сендерге. Вот, достар, құрсын шығайықшы ана жерге. Вот, міне достар, мына военный территориясын көріп тұрмын, картасын көрсетіп тұрмын ғой сендерге. Ол жақта бір любой вышканы алыңдар, негізі любой болғанда бір адам жоқ жерде салсыңдар, сол жақта ешқандай проблема болмайды. Қазір мына жақта ойбай, не уатыр мына жақ. Мына жерден біз қазір өзімізге КамАЗ 5415 бас. Короче, ГамАЗ, я. Короче, соңғызды алайық та. Вот, ана жақта бір вышка болу керек, достар, соған барсаңыздар болды. Осы жаққа қазір көрсем сіздерге барлығын не істеу керектігін. Негізінен, достар, бұдан да басқа заданиялар бар негізі, бірақ та самый прибыльный, самый оңайы. Короче, осы ғой, короче, ойбай, ұмытып кетіппін ғой, достарым, бұл жер прям бак. Негізінен, короче, достар, мен сендерге үйретіп кетейін, осы жаққа келесіңдер да, взаимодействовать деген бір кнопка шығу керек, и соны басасыздар. Біз ана вышкаға барайыншы, сол жаққа сіздерге қазір барлығын сол кезде үйрететін боламын. Достар, мен бағана айтып болғандай, қазір үйрететін боламын. Міне, мына жер нормальный кетем бағанада. Міне, взаимодействовать шығады, заступить на пост басасыздар. И қараңдар, міне, вы успешно заступили на пост под номером 11. 11-ші постқа кірдік, міне, Александр Сергеевич 0 минут. Осылай сіздер, достар, 30 минут тұрасыңдар. Бағана айтып өткенде, достар, негізінен көп деген түрі бар. Бұлдай, көтеру үшін, сержантты 70 очко алу үшін. Короче, достар, оның көптеген түрі бар, бірақ та мынау ең самый оңай деп түсіндірейін сіздерге. Міне 1-10 минут, бірден 30 минуттан біреу дейді, короче. Мынау самый оңайы. Бірақ та мынау, короче, бір задание бар, 5 рет апарып келесің бір КамАЗды ГИБДД-ға, ФСБ-ға или басқасына. Оның орнынша осылай 30 минутта тұра салған артық. Бірақ та, достар, каждыйның арасы 30 минут кіді. Соның сол жері бір жаманы бар. Бірақ та ойланыш, там істемейсіңдер, афк мен сияқты өстіп тұрасыңдар, и осылай 4 рет тұрасыңдар. И все, сендер сержантсыңдар, сендерде военный билет бар. Короче, достар, осы жерден бәрі сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мені каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, жылы комментарийін жазып кетіп, бағана айтып өткендей жаңа жылға дейін 100 подписчик етсем, алкомдық конкурс жасайтын боламын. Достар, қандай тағы видеолар салайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Всем пока-пока. Чао.